Hayırlı kun, hurmatli dostlar. Bugungi sabagimizda biz o'rnak kuyini o'rganayotgan bo'lamiz. Жалпы biz o'rnak kuyini ikki bo'lakka bo'lib qarashtiramiz. Және bugungi sabaqda biz onun birinchi bo'lagini o'rganayotgan bo'lamiz. Жалпы o'rnak kuyini o'rnab beraylik. Осы күйіміз енді осыны үйренуді бастаймыз. Ол үшін ең алғашқы біз төмен және жоғары деген қағыстарды біліп алуымыз керек. П деген қағысымыз ол бізде сандық нотада П деген ол төмен деген қағысты білдіреді, ал В дегеніміз ол жоғары қағысты білдіреді екен. Ол бізде нотаның үстінде, сандық нотаның үстіне жазылады. Осылай. Енді бізде және де астыңғы және үстіңгі шектеріміз бар. Осы жерден түсіндіріп өтейін. Астыңғы шекті ол А деп белгіленеді, және ол нотаның сандық нотада жазылғанда үстіне жазылады. Үстіне жазылады, керісінше, яғни астыңғы шек үстіне жазылады нотаның, ал Ö дегеніміз ол үстіңгі шек. Үстіңгі шегіміз ол нотаның астына жазылады, яғни керісінше жазылады. Соған жақсылап мән берсеңіздер. Енді өрнек күйін ең алғашқы біз 0-де 0 бірінші тактын алатын болсақ, 0-де 0-мен басталады, және ол төмен деген қағыс. 0-де 0 ол ешқайсысын баспаймыз, ешқайсысын баспай, ашық деген сөз. Осы жер төмен қағыс қағамыз. Төмен, және келесі бізде үстіңгі шекте, астында жазылып тұр, ол бірақ үстіңгі шекте табамыз, бас бармақпен. Бұл жоғары деген қағыс. В яғни. Енді осыны тағы да қайталамыз. 0, 5. Осы бір такты қосайық. 0, 5. Енді келесі бізде екі рет ашық, ол екеуі де төмен қағыс ойналады. 0, 0 және 5. Осы екі такты қайталаймыз. Енді келесі бізде қағысымыз астыңғы шек қосылады бұл жерге. Астыңғы шекте ол 4-ші пенен басамыз, 1-ші саусақпен. Және үстіңгі шек 5-ші саусақпен ұстап тұрамыз. Енді назар аударсаңыздар, үстіңгі шекте бізде тек қана 5 деген сан тұрады бас бармақта. Ылғида сол үшін мен үстіңгі шекті егер ауыспайтын болса, мен айтпаймын. Тек астыңғы шекті ғана айтып отыратын боламын. Үстіңгі шек бас бармақты ұстайсыздар, және оны жылыспайсыздар. Енді бастаймыз. 4-те 5 бізде бірінші, ол төмен қағыс. Және келесі 5-те 5 жоғары. Қайталаймыз. 4, 5. 4 қағыс. Келесі бізде енді астыңғы шекте 7-ні басамыз. Ол бізде 4-ші саусақпен. Төмен, төмен, және 5-те 5 жоғары. Енді қайтадан 4-те 5. 4, 5, 4, 5. Және 2. Енді үстіңгі шек ауысады 0-ге. Үстіңгі шек, яғни ашамыз. Тек астыңғы шек 2, және 0-де 0, ашық, жоғары. Осыны қайталаймыз. 4, 5, 4, 5, 7, 7, 5, 4, 5, 4, 5,
үстіңшекті асамыз, асты 2, 0. Осыны қайтадан қайталаймыз, бірақ та бұл жерде ең соңындағы 2-ден кейін 0 болмайды, тек 2-мен бітеді. Қайталаймыз. 4, 5, 4, 5, 7, 7, 5, 4, 5, 4, 5, 2. Түсінікті, Енді келесі, бізде 9-да 7. Бұл жерде де біз үстін 7-ні ауыспаймыз. Сосын 7-ті тұра береді, мен астын ғана айтам. 9, 7, 8, 9. Астында 4-ін созықпен, үстінде басқармақ 7. Төмен қағыз, және 7-де 7. Екінші созықпен жоғары. Қайталаймыз. 9, 7, 9, 7. Және үшінші рет қайталаймыз. 9, 7, және соңғысында 5-ке барамыз. 5. Үш рет 9, 7, 9, 7, 9, 7, 9, 7, 5. Енді үстіңшек 5-ке шығамыз, астыңшек 7. 7, 5, 7, 5, 7, 5, 4. Бұл жерде де 7, 5, 3 рет, және соңында 4-ті қосамыз. Осыны қайталаймыз тағыда 9, 7-ден бастап. 9, 7, 9, 7, 9, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 4. Қайталаймыз 9, 7, 9, 7, 9, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 4. Енді келесі бізде 2 астыңшекте, ал үстіңшек 0. Төмен, және 4-те 5-ке түсеміз. Астында 4, үстінде 5. Бірінші созақ және басқармақ. Жоғары, келесі 5-те 5 бізде, төмен, және 7-де 5. Жоғары. Үстінде яғни 5-те тұра береміз. Сонда 2, 4, 5, 7. Келесі тақтымыз 4, төмен. Одан кейін 7 жоғары, және 5-те 5 төмен. Осын қосамыз. 2, 4, 5, 7, 4, 7, 5. Және тура бұлай 2, 4, 5, 7 деп түссе, енді үстіге қарай шығамыз. 7, 5, 4, 2, және үстіңшектегі 5. 5. Бітеді. Осын қосамыз. 2, 4, 5, 7, 4, 7, 5. 7, 5, 4, 2, 5. Түсінікті болды деп ойлаймын. Осыны 2 рет қайталаймыз. Сонымен біздің бірінші бөліміміз бітеді.